Гнездо глухария салатын біргелікте дайындайық. Дәмі өте керемет болады. Бұл салат мерекелік дастарханның сәнін ашады. Ең алдымен картоптың қабығын ашып, жуып теркадан өткізіп аламыз. Картоп видеодағыдай солонка майда болуы қажет. Картоптарды табаға салып 2-3 рет жуып алыңыз. Крахмалы кетуі қажет. Картопты дастарханға жайып, кептіріп аламыз. Қызып тұрған майға картоптарды салып, қызартырып қуырып аламыз. Жарты қызыл пиязды майдалап кубик етіп турап аламыз. 1 чайный ложка уксус саласыздар және 1 чайный ложка тұз. Шекер, 50 мг суды құйып араластырып 15 минуттан кейін төгіп тастайсыздар суын. 1 огурцыды алып қақ ортасынан бөліп солонка етіп, артынан кубик етіп турап аласыздар. Енді піскен тауықтың етін кубик тәріздес етіп, оны да турап аламыз. Піскен жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аласыздар. Сарысын бір бөлек ыдысқа, ал ағын турап аламыз. 40-50 грамм жүгері саламыз. Дайын болған пияздарымызды саламыз. Майонезді салып, қоспаның барлығын араластырып аламыз. Жұмыртқаның сарысына укроп, майонезді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қолмен әрқайсысын алып, дөңгелетіп шығамыз. Дайын болған салатты тәрелкеге саламыз. Үстінен қуырылған картопты қоясыздар. Және бізде 3 шарик шықты, соны қоямыз үстіне, одан кейін укроппен безендіріп шығасыздар. Гнездо глухария салаты дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет шығады. Жаңа видео рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.